Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Ысқазқызы. Бүгін сіздермен баланың басында гипоксиялық өзгерістер бар болса не істейміз, гипоксиялық өзгерістер не үшін пайда болады, осы туралы айтатын боламыз. Алдымен мен каналыма тіркеліп, каналыма комментарий жазып, лайк басып, подписаться деген батырманы баса кетіңіздер. Каналда активті болып отырыңыздар. Сонда менің каналымды YouTube дамыта бастайды. Басқа адамдар да көбірек видеоны көре бастайды. Ал енді гипоксия туралы сөйлесек. Гипоксия дегеніміз ол гипо деген аз, окси деген оттегі. Яғни гипоксия деген оттегінің аздығы. Бізде оттегіні тасымалдайтын ол темір. Темір бізде ағзада аз болатын болса, біздің ағзамызда жалпылай гипоксия болады. Темір аздықты бізде жалпылай қан аздық немесе анемия деп атайды. Енді гипоксиялық өзгерістер балада сол толған кезде пайда бола ма, или ол бұрыннан өзі іште жатқан кезде бола ма? Сол сұрақты айта кетейік. Ең алдымен анасы баланы жоспарламас бұрын анализ тапсырып көру керек. Егер анасының ағзасында анемиясы болатын болса, немесе қандай да бір витамин, микроэлементтер тапшы болатын болса, онда анасы осы витаминдер мен микроэлементтердің орнын толтырып, содан кейін ғана баланы жоспарлау керек. Өйткені өзі анасының ағзасында анемия болып тұрса, мысалы, гипоксиялық өзгерістер өзінде де болып тұрса, анасында, конечно, баласында да болады гипоксиялық өзгерістер. Ол тула сала пайда болатын өзгеріс емес, ол хронический процесс. Яғни анасы өзінде гипоксиялық өзгерістер болатын болса, өзі анемиямен жүретін болса, онда баласында міндетті түрде болады гипоксия. Сондықтан баланы алдын ала жоспарламас бұрын бүткіл витамин, микроэлементтердің бәрін орнын толтыру керек. Және беременность кезде, жүктілік кезде қандай өзгерістер бар, анализдердің бәрін тексеріп отырып, сол анализге қарай витаминдердің орындарын толтырып отыру керек. Өйткені жүктілік кезде 2 есе көп ағза витаминді талап етеді. Ал егер бұл негізі хронический гипоксия, балада да гипоксия болады, егер анемия болса. Енді екінші жағдай, ол бала туылып жатқан кезде балада әртүрлі қиын, ауыр жаңағыдай босану болатын болса, баланың кіндігі мойнына оралып қалатын болса, немесе ұзақ уақыт сусыз жатып қалған болса бала, немесе наоборот многоводие деген болады, маловодие деген болады. Яғни туылған кезде әртүрлі асқынулармен туылатын болса, ол кезде де балада гипоксиялық өзгерістер болады. Енді гипоксиялық өзгерістердің минимальный өзі жеңіл түрлері болады, және ауыр түрлері болады. Гипоксическая ишемическая энцефалопатия деп аталады. ГИЭ деп жазады. Гипоксиялық ишемиялық энцефалопатия ол ауыр босану кезінде пайда болады. Яғни бала туылып жатқан кезде қиналып қалады, басы қысылып қалады, мойнына жаңағыдай кіндік оралып қалады деген сияқты. Бірақ көп балалар 80-90% жағдайда бұндай гипоксиялық өзгерістер өз бетінше 1-1,5 жасқа дейін өзі жаңағыдай қалпына келеді. Ал егер балада ауыр гипоксиялық өзгерістер болатын болса, ол ауыр асқынуларға әкелуі мүмкін. Ондай балалар көп жағдайларда роддомда уже реанимацияға түсіп жатады, немесе жаңағыдай кислород талап етеді деген сияқты көп жаңағыдай өзінің асқынулары болады. Ондай балаларды міндетті түрде 1 айға толған кезде невропатолог дәрігер көру керек, және де жиі учаскелік дәрігер 1 айға дейін наблюдение жасау керек. 1 айдан арғарата уже невропатологта наблюдениеда болып, сол невропатологтың назначениесін алып отыруларыңыз керек. Гипоксиялық өзгеріс сізде УЗИда бар деп берсе,
сізде балаңыздың ағзасында, егер өзіңізде, допустим, анемиямен тудыңыз, балаңызды, значит сіз өзіңізде темір ішуіңіз керек, яғни железо препараттар ішуіңіз керек, анализ тапсырып отыруыңыз керек. Сол кезде сізде сүтпен бірге балаға жаңағыдай железо барады. Және де баланың өзіне де, сіздің ағзада D3 аз болатын болса, міндетті түрде балада да ағзасында D3 аз болады. Сондықтан D3 витаминді өзіңізде ішуіңіз керек, балаңызға да беруіңіз керек. Сонымен қатар күнге жатқызу керек, баланы жиі емізу керек, уақытылы ұйқы, уақытылы жаңағыдай режим дня дейді ғой, күндіз түнді ауыстырмай баланы солай жаңағыдай қарау керек. Одан кейін балаға 5 килограммға жеткеннен кейін, енді 5 килоға дейін массаж жасау кішкене қауіптірек, өйткені мышцалар әлі толық жетілмеген ғой, сондықтан 5 килоға жеткеннен кейін жақсылап балаға массаж жасау керек. Желательно анасының массаж жасаған дұрыс, өйткені бөтен адамнан көрі соңғы дәлелдеулер бойынша анасының массажы баласына көбірек көмегін тигізеді. Сондықтан аналар массаждың техникасын үйреніп, өз балаларыңызға өздеріңіз массаж жасасаңыз, сол көбірек тиімді болады. Одан кейін уақытылы ағзаларыңызды емдеп, баланы жүктілікті жоспарлап, егер мейлі бала босанып жатсаңыздар, балаңызда қандай да бір сізде гипоксиялық өзгерістер болатын болса, онда ол гипоксиялық өзгерістердің орнын толтыруымыз керек. Енді осы мәліметтер сіздерге пайдалы болатын болса, менің каналыма тіркеліп, комментарий астына жазып, сіздерге гипоксиялық өзгерістер болды ма балаңызда, бөлісіп, өздеріңіз жақындарыңызбен бөлісіп, астына сұрақтарыңыз болса қойып, қандай темада сіздерге видео қызық, соны жазып отырсаңыздар, мен сіздерге барлық сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Және де каналдың дамуына үлес қосып отырыңыздар. Мен тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Қош сау болыңыздар.